Нұрсұлтан Сәрсеков. Есімі Алматы облысына белгілі ауыл шаруашылық өндірісінің командирі. Көптеген жылдар бойы Қызылқайрат колхозының басшысы болған, Талғар ауданының экономикасының өркендеуіне үлкен үлес қосты. 2000 жылдан Нұрсар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің төрағасы. Есел еңбегі бағаланып, көптеген мемлекеттік марапаттардың иесі атанды. Талғар ауданының құрметті азаматы. Бексұлтан Сәрсеков, мемлекет және қоғам қайраткері, отставкадағы генерал-лейтенант, заң ғылымдарының докторы, профессор. Әр жылдары ішкі істер министрінің орынбасары, Қазақстан қауіпсіздігі кеңесінің хатшысы, тәуелсіз мемлекеттер достығы бойынша терроризмге қарсы орталығының бірінші орынбасары, тағы басқа да лауазымды қызметтер атқарды. Бүгінде Қазақстан Республикасы Генералдар қоғамдық кеңесінің президиум басшысы, көптеген мемлекеттік марапаттардың иесі. Жолмұқан Түрікпенұлы бүкіл саналы ғұмырын балалар мен жастарды оқыту және тәрбиелеуге арнаған ғалым, ұстаз. 1951-1957 жылдары Киров атындағы Казмудың физика-математика факультетінде оқыды. 1962-1964 жылдары Казмудың психология мамандығы бойынша аспирантурада оқып, педагогика ғылымдарының кандидаты дәрежесіне ие болды. Әр жылдары Абай атындағы КазУФУ мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде профессор лауазымында ұстаздық етті. Жолмұқан Түрікменұлының ұстаздық ғылыми еңбектері жоғары бағаланып, КСРО халыққа білім беру ісінің үздігі атағы беріліп, еңбек даңқы, еңбектегі ерлігі үшін Ыбырай Алтынсарин медалімен және көптеген құрмет грамоталарымен марапатталды. Белгілі ғалым, Гуманитарлық ғылымдар академиясының академигі, Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының құрметті азаматы. Тынышбай Досымбек, есімі республикаға белгілі тұлғалардың бірі, әр жылдары Балқаш, Кербұлақ, Көксу аудандарының әкімі, Алматы облысы әкімнің орынбасары болып еңбек етіп, өңірдің экономикасының дамуына үлес қосты. Тынышбай Досымбек ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, Республикалық ұлттық ғылым кеңесінің мүшесі, Республикалық қой шаруашылығы палаталарының төрағасы, Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының шөлдік аймақтар бойынша жоба шеңберінде Іле Балқаш қорығын құруға жәрдемдесу бойынша кеңесшісі. Ерен еңбегі бағаланып, құрмет, парасат ордендерімен марапатталды. Алматы облысының Балқаш, Кербұлақ және Көксу аудандарының құрметті азаматы, қоғам қайраткері. Марат Бәйділдұлы Тоқашбаев, қазақ журналистикасының көрнекті өкілдерінің бірі, жазушы, публицист, Астана медиа баспасының бас директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстанның құрметті жазушысы, Алтын жұлдыз сыйлығының, Жамбыл Жабаев атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының 2 мәрте лауреаты, Алматы облысы мен Еңбекші Қазақ ауданының құрметті азаматы, Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының академигі, Қонаев атындағы заң университетінің академиялық профессоры. Қажымұқан Арынов, Жәутіков атындағы республикалық физика-математика мектебінің алғашқы түлектерінің бірі. Қазақ мемлекеттік университетінің химия факультетін және Алматы экономикалық университетін тәмамдады. Қажымұқан Арынов әр түрлі салада ұзақ жылдар қызмет жасады. Атап айтқанда, Қазақстан ғылым академиясының Бектұров атындағы химия институтының аға лаборантынан бастап директор лауазымына дейін көтерілді. Осы уақыт аралығында жарық көрген 350-ден аса ғылыми мақала, 5 монография, 30-дан аса патент, 4 өндіріске енгізілген жаңалығы, фосфордың тұздары мен тыңайтқыштарын алуға және оның экологиялық мәселелерін шешуге бағытталды. Ол техника ғылымдарының докторы, профессор.
оның жетекшілігімен 4 кандидаттық, 1 докторлық жұмыстар қорғалды. Қоғамдық республикалық экологиялық және ұлттық құндылықтар академиясының толық мүшесі. Әр жылдары Қызылорда облыстық мамандар білімін көтеру институтының директоры, Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының президенті қызметтерін атқарды. Қоғамдық істерге де белсене араласты. Докторлық диссертациялар ғылыми кеңесінің төрағасы, Қазақстан ғылым академиясы заңды тұлғалары президенті болып, ғылым дамуына өз үлесін қосты. Қажымхан Арынов Қазақстан ғылым академиясының, оның ішінде химия саласы институттарының жекешелендірілуіне ресми қарсылығын білдіріп, сол үшін күрескен қоғам қайраткері. Жақыпов Жанатбек Сейгуәлиұлы, Қазақстан Республикасының өнер қайраткері, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті, Қазақстан Республикасының алтын жұлдыз иегері, Қазақстан дизайнерлер одағының мүшесі, Еуразия дизайнерлер одағының құрметті дизайнері, Еуразия дизайнерлер одағының Астана филиалының басшысы. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары туралы халықаралық декларациясын алғаш рет қазақ тіліне аударып, өз дизайны мен көркем суретті альманах шығарған. Президент іс басқармасының Қазақстан Республикасы алтын кітабының дизайнын жасап, көп жылдар бойы ісін жүргізген маман. Мәскеуде өткен дизайн және сән көрмесінің қатарынан 3 номинациясы бойынша лауреаты. Астана қаласында өткен бірінші халықаралық сахна костюмдері фестивалінде полиграфиядағы үздік имидж номинациясы бойынша гран-при лауреаты. 1986 жылы болған желтоқсан көтерілісінің батыры 2012 жылы мемлекет тарапынан ақталған. Жұмаш Арғынбайұлы, белгілі журналист-публицист. Журналистік еңбек жолын Жамбыл аудандық Екпінді еңбек газетінде бастады. Алматы облыстық Жетісу газетінде бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары болып 32 жыл қызмет істеді. Қаламгердің терең тамырлар, сағыныш жылдарға саяхат, биікке бастаған жол, Суықтөбе биігінде, Күншуақ атты кітаптары жарық көрді. Қаламгер журналист Жұмаш Арғынбайұлының көп жылға еңбегі лайықты бағаланған. Ол Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен, КСР және Қазақстан журналистер одағының құрмет грамоталарымен марапатталған. Сондай-ақ КСР халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінің күміс медалінің иегері. Қазақстан журналистика академиясының академигі, Қазақстанның құрметті журналисі, Жамбыл атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты, Алматы облысының және Жамбыл ауданының құрметті азаматы. Батық Мәжит, ақын, журналист, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының және Алматы облысы мәдениет басқармасы мен Жазушылар одағы облыстық филиалы тағайындаған Тұлпар сыйлығының лауреаты. Республикалық Ақиқат журналы, Егемен Қазақстан газеттерінде қызмет атқарды. Мұқағали журналының бас редактор болып, Ақын атындағы басылымның негізін қалауға қатысты. Құрмет орденінің иегері, бірнеше рет мемлекет басшысының алғыс хатымен марапатталды. Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Райымбек ауданының құрметті азаматы.